Альхамдулиллахи роббил аламин. Сөзіміздің басы баршамызды жоқтан бар қылып жаратқан Алла тағалаға мақтау мадақтар болсын. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салауат сәлемдер болсын. Иншалла осы күнді нәсіп еткен Раббымызға есепсіз шүкірлер болсын. Осындай уақытта, осы заманда, осы уақыттарда осындай күйді көруді Алла тағала бізге нәсіп еткен екен. Раббымызға есепсіз шүкірлер болсын. Және ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: "Ниъматани маъбунун фихима касиру минан нас, ас-сихха вал фарах". Екі үлкен нығмет бар, көп адам ол нығметтердің қадір қасиетіне бара алмай жатыр. Біріншісі бос уақыт. Уақыттың қадірін көп адам бағалай алмай, бос уақыттарын пайдасыз дүниелерге жұмсап, босқа жіберіп қойып жатыр деді. Екіншісі денсаулық. Денсаулықтың көп адам қадіріне бармай жатыр. Денінің сау кезінде, күш қуатының бар кезінде оның байыбына бар қадіріне жетпей жатыр. Денсаулықтар бар кезде жасайтын амалдарды жасай алмастан ауырған соң көп адам әттең бос уақытым болғанда, әттең денсаулығым болғанда деп көп адам уақыт нығметін, денсаулық нығметіне, қадіріне бармай жатыр. Дәл қазір міне құрметті жамағат, індет өршіп тұр. Көп адамдар бұл індетті жоқ деп, бұл адамдар қолдан жасаған деді, бір адамдар бар екен деді. Біз сенсеңіз де, сенбесеңіз де бүгін адамдар ауырып жатыр. Сіз күтінсеңіз де, күтінбесеңіз де адамдар ауырып жатыр. Бұл індет бар. Елімізге, халқымызда қаншама жақсы қимас адамдарымыз өмірден өтіп жатыр. Жас жігітте, қарт кісі де ауырып жатыр. Бұл індеттен сақтану бұл біздің міндетіміз еді. Біз онымен сеніп, сенбей елдің арасында түрлі іріткі салып жатырмыз. Ауырып жатырғандар больницасында айқайлап, бұл ауру жоқ, өтірік деп жатыр. Құрметті жамағат, Алла тағала бізге жіберді бұл індетті, біз сақтануымыз керек еді. Сенсеңіз де, сенбесеңіз де, жаңағыдай ем бар екен, ем жоқ десеңіз де, құрметті жамағат, қараңыз, адамдар ауырып жатыр. Енді біз не істеуіміз керек бұл уақытта? Келіп, мешіттің имамдары мешітті жауып тастады деп түрлі сөздер айтып жатыр. Базарлар ашық тұр дейді, жаңағы демалатын орындар ашық тұр деп жатыр. О мешіттің имамдарын кінәлап жатыр. Әрине бұл өте үлкен бір өрескел қателік. Мешіт қашан да басқаға үлгі болған еді. Мешіт Алла тағалаға ғибадат жасайтын жер еді. Мешіт мұсылмандар жиналып алып Алладан елдің амандығын тілейтін жер еді. Ал енді мешіт үлгі болады қашанда. Індет өршіп тұрған кезде мешітті жаптық халықтың амандығы үшін, адамдардың денсаулығының аман сақтап қалу үшін. Өйткені мешітке келіп біз не істейміз? Раббымызға жақындаймыз. Солай ғой. Енді біз мешіттегілер айтып жатырмыз: "Ай адамдар, сақтаныңыздар. Үйде отырып, жай намаздың үстінде отырып, Алладан дұға тілесеңіз, Алла тағала қабыл қылады". Мешіттегі дұға мен үйдегі дұғаның айырмасы бар ма? Жоқ. Ел індеттен сақтанып жатқан кезде үйіңізде дұға қылғанмен ешқандай да мешітке келіп дұғадан айырмашылық жоқ. Әрине бейбіт күн болған кезде, мамыражай күн туған кезде жамағат болып намаз оқу сауаптысы әрине. Бірақ құрметті жамағат, мешітті жауып тастады деп мешіттің имамдарын сөгіп, оларға айыптап жатқан өте үлкен қателік. Базарлар жұмыс жасап жатыр, өйткені халық мұқтаж, ішіп жеуге, қажетін өтеуге. Біз әрбіріміз өзімізден бастауымыз керек. Сіз сақтаныңыз. Әрбіріңіз үйіңізде ұлыңызды, қызыңызды сақтаңыз. Мен бүгін куә болып жатырмын. Сондай бір жас жігіттің ауыр халде жатыр. Тіпті әрең сөйлеп жатыр. Жас жігіт, жұрттар қариялары өліп жатыр деп, көшеге шығып түрлі нәрсе сеуіп жатыр деп, ол елді, басшылықты жамандағанмен біз еш нәрсе ұтпаймыз. Бәлкім біз пайғамбарымыз көрсеткендей басшыларымызға дұға қылайық. Басшыларымыз аман болсын, дендері сау болсын. Алла тағала иман, тауфиқ, күш қуат берсін басшыларымызға деп. Елімізді басқарып отқан басшыларымыз аман болсын. Өйткені олардың осындай көреген саясатының арқасында еліміз, халқымыз сақтанып жатыр түрлі індеттен. Иншалла құрметті жамағат, сақтанайық, індеттің алдын алайық иншалла.